Ағзада ішек құрттары бар екенін қалай білуге болады? Кез келген адамның ішегінде құрт болады. Оның көбеюіне жеке бастың тазалығын сақтамау, жеміс-жидектер мен көкөністерді жуып жемеу себеп болады. Ішек құрттардан арылу үшін медицина мамандары түрлі дәрілерді ұсынады. Алайда оның орнына халықтық әдісті қолдансаңыз, нәтижесі жедел әрі пайдасы орасан зор болады. Бұл әдісті ішек құрттан ғана емес, шлактан, уттан, зиянды заттардан да тазалайды. Егерде осы туралы толығырақ ақпаратты білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көруге шақырамын. Егер ішек құрттардан тазарса, ағзаның саулығы жақсарады. Жалпы қан айналым реттеледі, әрі тері тазарады. Ішекте құрттың бар жоғын нәжіс сараптамасы арқылы анықтауға болады. Одан бөлек, мына жағдайларда ішекте құрт бар екенін білдіреді. Ішектің жиі қатуы немесе өтуі, ішектің желденіп кебуі, құсу, лоқсу, терінің қуқылдануы, ас ауруы, ұйқысыздық, жиі шаршау, себепсіз жөтелу, анал тесігінің қышуы, салмақ жоғалту, аллергиялық қышыма, түнде тісті қайрау. Ішекті құрттан құтқару үшін алдымен ағзаны шлактан тазалау керек. Ол үшін бір апта бойы тәулігіне 3 рет асқабақ майын ішсеңіз болады. Емді тамақтан жарты сағат алдын жүргізу керек. Осыдан соң емді бастасаңыз болады. Емнің тез әрі нәтижелі болу үшін тамақтану мәзіріне де мұқият болғаныңыз абзал. Айталық сүтке дайындалған ботқа, сүт өнімдері, балғын шырын, қақталған майлы тәтті тағамдар уақытша ұмытыңыз. Есесіне таза ауада серуендеп, суды көбірек ішіңіз. Мейлінше балғын көкөністерді жеңіз. Ағзаны дәрумендер мен минералдармен байытқаныңыз жөн болады. Неліктен ішек тазарту маңызды? Адамның ішектері, дәлірек айтқанда, оның терминалды бөлімі тоқ ішек ағзадағы ең лас орын. Онда оның өмірінің қалдықтары жиналады. Олардың көпшілігі тік ішек арқылы шығарылады. Алайда кейбіреулері су құбырындағы тұнба сияқты оның қабырғаларында жиналып қалады. Кейде ішегіндегі қалдықтар фекальды тастар деп аталатын тығыз масса құрайды. Олардың ішектегі жалпы салмағы бірнеше килограммға жетуі мүмкін. Біздің денсаулығымыздың мықтылығы ертең күннің кепілі. Сондықтан денсаулық сақтаудың әдістері қолданып, өзімізге өзіміз күтім жасауымыз керек. Ол үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор екенін ұмытпаңыз. Айран мен қарақұмық ұны бірінші кезекте. Қанның құрамындағы қант мөлшерін азайту, ішек пен қан тамырларын тазарту, зат алмасу үдерісі мен ұйқы безінің қызметін қалыпқа келтіруде айран мен қарақұмық ұнынан жасалған қоспа көмектеседі. Келесі кезекте сұлы кеселі. Сұлы кеселі көптеген сырқаттың бетін қайтарады. Сұлы арқылы оның құрамында жасұнықтың көп мөлшері болуының арқасында ішекті тазарту, асқазан ауруларын емдеу, артық салмақтан құтылу мен бүйрек ауруын емдейтін қасиеті бар екенін ұмытпаңыз. Келесі кезекте күріш. Диеталарының ішінен күріш диетасы қолжетімді әрі нәтижелі болып есептеледі. Күріш буындарды, ішекті және басқа да дененің ішкі мүшелерін металдар мен шлактардан тазартады. Сонымен қатар күріш кеселі мен қарақұмық ұнынан жасалған қоспа буындарды, асқазанды тазартуға және артық салмақтан арылтуға көмегін тигізеді. Қарақұмық. Ағзаны тазартуда қарақұмықтың пайдасы мол екені бәрімізге мәлім. Алайда егер ағзада шлак өте көп болса, мұндай ем асқазан мен ішектің ауруына апаруы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Егер аурудың алғашқы белгілерін сезсеңіз, бірден ас бұршақ пен сұлы қауызымен емделуге болады. Келесі кезекте белсендірілген көмір. Кез келген үйде бар, бұл дәрінің көмегі мол. Белсендірілген көмір іштің кебуі, диспепсия, жүрек айнуы емдейді. Ағзаға түскен улы заттардың өзіне сіңіріп алатында қасиеті бар. Денсаулық бізге үлкен сый. Сол үшін де денсаулығымызды қадағалап, дер кезінде күтім жасап, ағзамызға көмек беріп отыруды ұмытпайық. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Келесі қызықты әрі пайдалы ақпараттар толы видеода жолыққанша.